Адамның дене температурасының көтерілуі ағзадағы инфекциямен күресуінің белгісі. Ересектер мен балаларда қызбаның ақ қызба және қызыл қызба деген екі түрі болады. Осы видеода екі түрлі қызбаны анықтау жолын және қызба кезіндегі алғашқы көмек жайлы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, алдағы шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Қызбаның пайда болу себептеріне қарай екі түрі болады. Біріншісі инфекциялық қызба. Ол бактериялардың, вирустардың, саңырауқұлақтардың әсерінен пайда болады. Екіншісі инфекциялық емес қызба. Күйік кезінде, жарақатта, аллергияда, циррозда, қан құюда, тағы басқа жағдайларда болады. Әсіресе балаларда дене температурасының көтерілуі кезінде мұқият қадағалау керек. Ақ қызба кезінде, немесе оны ақ гипертермия деп атайды. Ол жағдайда баланың терісі бозарған, мәрмәр тәрізді болады. Еріндері көгергендік тырнағында да білінеді. Денесі ыстық болғанымен аяқ-қолдары суық болады. Жүректің соғу жиілігі тез болып, тахикардия білінеді. Ентігу пайда болады. Балада немқұрайлылық, жүріс-тұрысының бұзылуы, сандырақтау, қозу пайда болады. Егер өз уақытында көмек көрсетпесе, балада фибрилді құрысулар пайда болуы мүмкін. Ол балаға қауіпті болып келеді. Егер баладан жоғарыда айтып кеткен белгілерді анықтасаңыз, шұғыл көмек көрсету қажет. Біріншіден, жедел жәрдем шақыру керек. Қызуды түседі деп немқұрайлы болмау керек. Екіншіден, баланың салқындаған аяқ қолына жылы басу керек. Жылы су құйылған бөтелке немесе жылы грелка. Үшіншіден, көп сұйықтық беру керек. Су, компот, шай сияқты. Су беру арқылы жоғалған судың мөлшерін толтырасыз және де ағзадағы инфекцияны шығаруға көмектеседі. Төртіншіден, баланың үстін жылы жабу керек. Үсті жылы болатындай етіп, тым қатты орамай. Баланың денесін уксус қосылған сумен, спиртпен сүртуге болмайды. Бесіншіден, маңдай тұсына аздап дымқыл, салқын сулық басуға болады. Осы әрекеттерді жасағаннан кейін қызуды түсіретін дәрілерді беруге болады. Дәрілердің ішіндегі негізгісі парацетамол мен ибупрофен болып табылады. Парацетамолды тәулігіне 3-4 реттен артық беруге болмайды. Ибупрофенді әрбір 8 сағат сайын беруге болады. Дәрігердің тағайындауымен беру керек. Жасы кіші балаларға ректалды свечаларды цифекон сияқты қолдануға болады. Осы процедуралар арқылы баланы қызыл гипертермияға айналдыру керек. Екінші, қызыл гипертермияның белгілері. Баладағы қызыл гипертермияның белгілері мыналар. Тері жамылғылары шамалы қызарған, ыстық, ылғалды, аяқ-қолдары жылы, беті қызыл, денесінің барлық жері ыстық болып келеді. Дене температурасының жоғары көтерілуіне қарамастан, жүріс-тұрысы жақсы болады. Мұндай жағдайда баланы жылу өндірілуі мен шығарылуы қалыпты жағдайда болады. Баланы орап қымтамай ашық қою керек. Терісіне ауа баратындай жағдай жасау керек. Іштегі жылу шығу үшін. Әрбір 30-40 минут сайын қызуын өлшеп тұру керек.
38,5 градустан асып кетсе, жоғарыда айтып кеткен қызу түсіретін дәрілерді беру керек. Бөлменің ауасын желдетіп, балаға көп мөлшерде сұйықтық беру керек. Әсіресе жүрегі ауыратын, бронх, өкпе жүйесінде ақауы бар балалар үшін дене қызуының көтерілуі қауіпті болып келеді. Жүректің соғысына, өкпенің дем алысына күш түсіреді. Жүйке жүйесі ауыратын балалар дене қызуы 37 градустан асқанда түсіруді бастау керек. Себебі фибрилді құрысу пайда болады. Осы айтылған кеңестерді дәрігер шақырғанға дейін бастай беру керек.